Арқалабап ұрысқыт. Келедәне күн шығып. Қайырлы таң тыныштық. Қайырлы таң тіршілік. Бүгінгі күн басқа күндерге ұқсамайды, бүгінгі сапар да бұрынғыдан өзгерек. Біз Алматыдан шыққалы 2 сағат болды. Дәл қазір Шарын шатқалындамыз. Енді 100 шақырымнан кейін діттеген мақсатымызға жетеміз. Қымбатты көрермен, біз поэзияның хан тәңірі атанған Мұқағали Мақатаевтың ауылына жолға шықтық. Ендеше ақын ауылына бірге саяхат жасайық. Дайынсыздар ма? Кеттік! Бір әңгіме қозғашы ауыл жайлы. Бұдан артық рахат табылмайды. Оның рас. Бұлдырасын өткен күн сағымдай бір әңгіме қозғашы ауыл жайлы. Тұмса табиғат, таза ауа, жалпы менің бұл жерге алғаш рет келуім. Атыраудан Алтайға дейін, Арқадан Қаратауға дейінгі созылып жатқан атырапқа Қарасаз өлкесі таныс деп ойлаймын. Менің түсінігімде Мұқағали мен Қарасаз егіз ұғым. Таланттың, табанның табы қалған осы мекенде ақын болу парыз, рухани парыз. Қарасазға келдік. Қарасаз, қарсы ал бізді. Ауылың баласын мектепке алып келе жатырмын, шанамен. Рамазан, келсейік. Егер де сен Мұқағали атаның бір өлеңін білмесең, айта алмасаң, онда сен мен сүйрейсің. Айта алсаң, мен сені сүйреп мектепке дейін апарам. Келістік пе? Әкел қолды. Сонымен ақынның қай өлеңін білесің? Мұқағали Мақатаев 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, оған берер ойымның алтын кемің. Ол болар болса мен бармын, құр болмаймын, қымбатырақ алтыннан арқым менің. Мінеке 55 жылдық тарихы бар Албан Асан Барманбекұлы атындағы орта мектеп гимназиясына келіп қалдық. Дәл осы жерде Мұқағали оқулары бастап алған. Қазір оқушылар поэзия сағатын өткізіп жатыр. Бірге тамашалайық. Қаратаудың басынан көш келеді. Қара жорға шайқалып бос келеді. Қара күнді жамылып қара қазақ, қара түнді басынан кешкен еді. Асқар тауға ақша бұлт боп қонақтап, қара жерге, қара аспандай түнерем. Өміріммен өтер болды бұл өлең. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Қымбатты көрермен, біз қазір орталық көшеде тұрмыз. Көшенің аты Мұқағали Мақатаев деп аталады. Енді мектеп оқушылары поэзия оқуы сіз үшін таңсық емес шығар. Ал сіз білесіз бе, осы Қарасаз өңірінде тұратын халықтың бәрі ақын шығармашылығына жаны жақын. Сенбесеңіз, көрейік. Мен туған жер Қарасаз баурайдағы, жалғанда жер біткеннің балғаймағы. Есім кетіп жүргенде ес білдірген, жаралған жұлдызым ғой маңдайдағы. Әке, сенің жасыңнан асып барам, кезі келгенде тасып талам, кезі келгенде жасып қалам, мұны өмірге бәрібір ғашық балаң. Атыңыз кім? Атым Ерғали. Жасыңыз? 61-де. Ақын атамыздың қай өлеңін білесіз? Балам айтып берсін. Пай-пай өмір өте сынау бір күні, тия сынау қуаныспен күлкіні. Өмір деген бір зарқ еткен найзағай. Өмір деген көк аспанның күркірі, пай-пай өмір өте сынау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Қадірлі көрермен, тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызда ары қарай ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күніне қатысты деректермен жалғастырамыз. Мұзбалақ ақынның жүрек жарды әр өлеңін халық сүйіп оқиды. Сонымен қатар бүгін 10:00-ге дейін біздің көрерменімізге өзіңіздің жүрегіңізге жақын өлеңді оқуға мүмкіндік беріп отырмыз. Тікелей эфирге хабарласыңыз 75-72-22 және арнайы сыйлығымыз бар. Ұтып алуға тырысыңыз. Ал Алматы қаласындағы Мұқағали Мақатаев атындағы 140-шы гимназиясының әр оқушысы ақынның кем дегенде 20 өлеңін жатқа біледі екен. Әріптесіміз Таңелдің бейне сюжетіне кезек берейік. Өлмесін деп берген ғой тауды маған, мен күсінсем, күн үреніп тау жылаған. Күн өлімде бір қойын көтерілсе, тауларымда тұрады қарлы боран. Өзімнің есебімде, мен дәл 40-тың бесеуінде. Кім біледі, ендігі қалған өмір неше жылға жетер, неше күнге ұмыт болып есебіңде, өсегіңде. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің.
Дүниенің ағында, қарасында, мыңқ етпейсің қабылдап аласың да. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім, сымырап барасың ба? Тау дейтін алып жүрек ана туған, мен таулықпын, таудан мен жаратылған, киіктің сүтін еміп ер жеткенмін, қуат алып қыранның қанатынан. Бәрінде көрдіңіздер, бәріне көндіңіздер, бәріне сендіңіздер, бәрінде бердіңіздер, сіздер 60-қа келдіңіздер. Менің де әкем келер еді 60-қа, амал нешік жоқ боп кетті тартыста, амал нешік селдір сақал қар тұста, ауылында жүрер еді балта ұстап. Қадірлі көрермен, эфирдеміз. Енді Ақиық ақынның туған күнінде жыр жолдарын оқып, ақын өлеңдерін оқимыз деп жатқан көрермен көп. Соның бірі бізге Семей қаласынан хабарласып тұр екен. Шығыстан Шуақ есімді жігітті өлеңін тыңдасақ. Шуақ. Қайырлы таң. Қайырлы күн, Таңшолпан ұжымы. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Мұқағали атамыздың туған күні құтты болсын барша қазақта. Ортақ Ақиық ақын ұстаудың артта. Шығыстан хабарлатып тұрмын, Ақшығұла таң жарық етсін. Ақшығұла. Рұқсат болса, Мұқағали атамыздың әйелдер ай дейтін бір тамаша жинақталып поэзиясын. Мархабат, тыңдап отырмыз. Әйелдер ай қандайсың? Әдемі боп кетіпсің ғой, әрқайсың. Біреу жеріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай құлдар ай. Әйелдер ай құлдар ай. Жанарлардың жауын алып тұрған ай, біле тұра бүйректерің бүл кетіп кетерсіңдер, тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер ай құлдар ай. Әйелдерді еркектерден көп дейді, ойбай бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой әдемі, әдемілік бізге көптік етпейді. Ой, рахмет, тамаша, көп рахмет айтамыз. Расында әдемілік бізге көптік етпейді. Қадірлі көрермен, енді Мұқағали атамыздың әр түрлі тақырыпта жазған өлеңдерін арнап оқып жатыр. Енді осы ретте біз тағы да бір Қарасазға сапарлап келсек, ақынның туған жерінде жүріп өткен іздері не дейді екен, не деп сөйлейді екен, бірге көрейік. Менің қасымда Мұқағали Мақатаевтың төл шәкірті. Оның поэзиясын ең алғаш халыққа танытқан алғашқы Мұқағали танушылардың бірі ауылдың ауданның құрметті азаматы Әбдіш Сұлтанаев ағамыз тұр. Сізге ақын қай жылдар сабақ берді? Мұқағали аға бізге 1959 жылы 3-ші кластан 61 жылға дейін 2 жыл сабақ берді. Қазақ тілінен, әдебиетінен. Ол кісінің кіріп келген кезде үлкен класса бір тыныштық болатын, жайдарлық. Ал енді менің өз басым ол кісінің шашын жіберіп сілкіп басын тастаған кезде, сенің анау жазған кезде жазу кереметтей болатын. Соған анау қызығып қарап отыратынмын. Ақынның ізі қалған бұл жер Қарасаз тұрғындары үшін қасиетті саналады. Дәл осы жерде 1991 жылы Мұқағали Мақатаевтың 60 жылдығына орай музей салынған еді. Нысан бұған дейін 2 рет күрделі жөндеуден өткен. 3 залы бар музейде 1200-ден аса құнды жәдігер сақталған. Іркес-тіркес ағады қара сулар, қарасаң сол суларда таласу бар, сол сулардан менің көп аласым бар, сол суларға менің көп бересім бар деп жырға қосқан қара суды жағалап балық аулаған бос уақытында сол кезде өзінің қолымен табы тиген, өзінің қолымен ұстаған қармағы біздің музейімізде сақталып тұр. Өзіңіз байқап тұрғандай сым костюмі үстіне киген, жазу столы, жазу машинкасы, Абай атамыздың бюсті болған алдында өзі пайдаланған сағат, телефон, одан кейін өзі қолынан тастамай ұстаған қоңыр портфель сіздердің назарларыңызда. Қарасаз ауылында дарынды оқушылар өте көп, сондықтан мінекей көріп тұрғандарыңыздай өнер мектебі де салынып жатыр екен. Бұл нысан 2025 жылы пайдалануға беріледі. 3 бөлім бар: музыка бөлімі, сәндік қолданбалы өнер және көркем сурет бөлімі. 9 бағыт бойынша сабақ береміз. Көптен күткен арманымыз болатын. Былтырғы жылы басталған нысан 250 балаға жоспарланған. Ақын осы жерде дүниеге келген. Бұл жер қазір Ескі Қарасаз деп аталады. Ескі Қарасаз ауылында дүниеге келген ақын. Бұл жер енді өзі атында да тұр. Қарасаз, яғни саздауыт жер болғандықтан, су көтеріліп кеткендіктен
1967-62 жылдары ауылды жаңа Қарасаздың орнына қарай көшірген. Ақын атамыздың үйі мынау өзеннің жағасында орналасқан. Өзінің өлеңінде айтылғандай, мен өскен лашық бір бөлме сенің іргеңде, білгенімді істеп жатушы ем сонау бір бала күндерде деп, осындағы екі ауызды қоржынтам үйде ақын атамыз дүниеге келген. Ақын атамызбен бірге анасы Нағиман әжеміз, әжесі Тиын апамыз, одан кейін өзінің бауырлары Тоқтарбай, Көрпеш аталарымыз осы өзен жағасындағы қоржынтам үйде өмір сүрген. Елшенбүйріктің етегінен бастау алатын міне Қарасу өзенінің жанында тұрмыз. Қарасудың қасиеті мол, емдік қасиеті зор. Осы су ешқашан қандай аяз болса да қатпайды. Себебі мұның құрамында сынап бар. Әрине, қарасаздықтар үшін бұл өзеннің маңызы тым тереңде. Ақын атамыз өзі жырға қосқандай, біз туған тау есімі Елшенбүйрек, шыға келсең басына еңсең тимек. Жазда оранып жатады көк торғынға, қыста әппақ елтірі сеңсең кимек. Басқа таудан жырақ бұл Елшенбүйрек деп. Елшенбүйрек етегінен бастау алатын Қарасу өзені. Ақын атамыз бос уақытында Қарасу өзенінің жағасына келіп, балық аулап, шабыт шақырып, көптеген елге, жерге, отанға деген поэзиясы осы өзеннің жағасында туған. Қарасазым айтылмаған сезімең, мен іздеген бақыттың сен өзімең. Сенің ғажап табиғатыңды кімге айтам, кім құмартса, өзі көрсін көзімен. Қарасаздағы қайталанбас сапарымыз аяқталды. Ақын мерейтойы құтты болсын.